Bir çay içiyorsunuz. Safta doymay болады. Күннің нұры жарық аз кезде ауа бұлт болып, тұман болып, жаңбыр болып, аспан ашық күндер аз болғандықтан өнім аз болып қалады. Сол кезде олар былай ойлайды, мен биогумус бермем, содан өнім азап қалдым деп. Олар өсімдікке қажетті басқа факторды елеп ескермейді. Енді алдарыңызда театрдың әртісі әңгімесін айтып болды. Bir minütte yüzmeyi size bastı. Қай жерінен? Жаңағы диқанның ошибкасынан бастап. Bana so gerek değilsin. Bir çay içiyorsunuz. Сафта doymay болады. Мысалға 90%-ға жуық диқандар аз өнім, нашар өнім алып қалған кезде мен қай жерден қате кеттім деп өзіне сауал сұрақ қоймайды. Өзінің іс-әрекеттеріне сараптама жасамайды. Сөйтеді да тұқымнан көреді. Тұқым айнып кетті, анандай болды, мынандай болды деп. Сондықтан да не себепті болған білу үшін басқа да факторларға көңіл аудару керек. Мысалға 3 гектар жылыжайы бар диқан бір жылы биогумус қолданбаған жылы. Ауа райы қолайлы болды, күннің нұры мол болды. Сол жылы ол жақсы өнім алады да, кейінгі жылы биогумус қолданған жылы мынау қысқы жазға оборот көшетті осы декабрьден бастап отырғызады. Желтоқсан айы, желтоқсан, қаңтар, ақпан айларында күн нұры аз болып, онсыз да түн ұзын, күн қысқа, күннің нұры жарық аз кезде ауа бұлт болып, тұман болып, жаңбыр болып, аспан ашық күндер аз болғандықтан өнім аз болып қалады. Сол кезде олар былай ойлайды, мен биогумус бермем, содан өнім азап қалдым деп. Олар өсімдікке қажетті басқа факторды елеп ескермейді. Өсімдік ол тірі ағза ғой, тірі организм. Оның өсуіне жан-жақты факторлар әсер етеді. Тек қана жаңағыдай тыңайтқыш, су, сосын жаңағыдай вагондап жаққан көмір емес жылыжайда. Бұған ең бастысы күннің нұры, жарық керек. Күн сәулесі. Күн сәулесі керек. Күн сәулесі болмаса, ол қандай басқа жағдайдың бәрін істегенмен өнім азаяды. Себебі өздеріңіз айтыңдар, сендер қалай ойлайсыңдар? Өсімдікке мына қажетті қорек 100%. Адам қимен, биогумуспен, компостпен, минерал тыңайтқыштар бәрін қосқанда адам сол өсімдікке қажетті қоректің қанша пайызын бере алады? 4-ақ пайызын береді. Көп болса 6-ақ пайызын береді. Қалған 94-96 пайызын қоректің, питанияның, ол ауадан алады, воздухтан. Яғни күн сәулесі түскен кезде, мына қазір біздің дем алған кезде өкпемізден шығып жатқан көмірқышқыл газы, бөлінген көмірқышқыл газы, автомобильдердің түтінінен шыққан көмірқышқыл газы, көміртек С. Оған оттектің 2 атомы қосқан кезде ол көмірқышқыл газы. Көміртек таза жанғанда оттектің 2 атомы қосылады. Ал егер бір атомы қосылып СО болып қалса, ол угарный газ. Яғни елтіп қалатығын, адамдар елтіп қалатын газ болады. Сол өсімдік күн сәулесі түскен кезде жапыраққа ауадағы көмірқышқыл газы СО2-ні сіңіреді. Жапырақта фотосинтез, синтез деген ол тізбектеу деген сөз, түзеу деген сөз, пайда болу деген сөз. Осы процесс жүрген кезде бірінші көміртек пен сутекті бір-бірінен ажыратады, сөйтеді да оттекті дегенім, оттек ауаға шығып кетеді, көміртекке сутек қосылады. Сөйтеді да көміртекке SH сутек қосылған кезде бұл көмір сулар, яғни кез келген нелерді, компьютерді оқысаңдар көмір сулар углеводороды деп жазып қойған. Сол жапырақта түзіледі. Яғни қарапайым тілде айтқанда жапырақта күндіз қант пайда болады, глюкоза. Ал соған түнде азот қосылған кезде ол амин қышқылдарына айналады. Ал 20 негізгі 4 қосалқы амин қышқылдары олар уже белокты құрайды, былайша келген кезде. Яғни өзіне қажетті 94% азықты өсімдік ауадан алады.
Сондықтан да өсімдіктердің жапырағының ауырмағаны, құрт жемегені, күн сәулесінің түскені өте маңызды. Біздің мынау тонналап берген тыңайтқышымыз ол өсімдіктің жаңағыда 6% тамағы, азығы. Енді көміртек ол тек қана былай ауада жүргенде өкпемізден шыққанда ол ашын газ. Ал көміртек таза өзі тізбектелгенде ол қара қаламды бәрің білесіңдер ме сіз аты оны? Соның өзегі, стержень. Көміртек қарындаштағы көміртек. Ол да көміртек. Енді білесіңдер ме, ең бағалы асыл тас бриллиант. Ол да көміртек. Яғни Алла тағала сондай шебер бір көміртекті неше түрлендіріп қойған. Құртқа беріп атқан өсімдіктің барлығы, қидың барлығы сол көміртек, органика. Яғни биогумус, гумин қышқылдары мен фульва қышқылдарынан тұрады. Соның барлығы қазір бізде СССР-де ғана топырақтың құнарлығын гумуспен есептейді. Ал шетелдің барлығы топырақтың құнарлығын гумуспен есептемейді. Топырақтың құрамындағы көміртектің мөлшерімен есептейді. Яғни топырақта қанша көміртек көп болса, сонша топырақ құнарлы деп есептейді. Енді біз ақыры СССР-ден кетіп, бүкіл әлемдік дамуға бара жатқан кезде, сол стандартқа бара жатқанда, бүкіл әлеммен қоян қолтық араласамыз деген кезде, бізде топырақтағы көміртектің мөлшерімен топырақтың құнарлығын арттырамыз. Демек, топырақтың құнарлығын арттыру, топырақтағы көміртекті көбейту, ол биогумус беруге тікелей байланысты. Енді алдарыңызда театрдың әртісі әңгімесін айтып болды. Бұл кісіде маңызды мәселемен шақырылған.